Біз жиі адам бойындағы жаман қасиеттер қайдан пайда болады деп ойланамыз. Біреуді ұрлыққа, екіншіні өтірікке, ал үшіншіні надандыққа не итермелейді? Ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлы өзінің қара сөздерінде осы бір күрделі сұраққа таңғаларлықтай қарапайым әрі терең жауап берген. Абай өзінің 42-ші сөзінде барлық жамандықтың түп тамыры бекершілік, яғни еріншектік деп нақты айтады. Ендеше, ойшылдың сөзіне бірге құлақ түріп, ой желісін тарқатып көрейік. Бұл әр адамға түсінікті логика. Еңбек етуге ерінетін адамды көз алдыңызға елестетіңіз. Оған тамақ, киім керек, бірақ жұмыс істеуге зауқы жоқ. Ол қандай жолды таңдайды? Дұрыс айтасыз, ең оңай жолды. Ол қалағанына күш жұмсамай, оңай жолмен жетуді іздейді. Ал бұл ұрлыққа, алдауға және ардан безуге апаратын төте жол іздейді. Осылайша тәннің еріншектігі кедейлік пен арсыздықты тудырады.